Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой, кімде-кім үйінен дәрет алып, ниеттеніп, Қағбаға қарай тауаф етуге ниеттеніп шықса дейді да, ол Алланың мейіріміне бөлене бастайды. Және де кімде-кім Қағбаға келсе, Алланың толық мейіріміне ілігеді дейді. Ал енді және де оның әрбір басқан қадамына Аллах тағала 500 сауап жазады дейді. Және 500 күнәсін кешіреді, 500 дәрежесін өсіреді дейді ғой. Қараңызшы. Және де Ибрахим мақамына, Ибрахим мақам деген жерді көрсеттік қой өткенде, иә? Сол жерге 2 ракағат намаз оқыса дейді да. 2 ракағат намаз оқыса. Аллах тағала не істейді оған? Ибрахим, Исмаил ұрпақтарынан 10 құлды азат еткендей сауап беріп қояды дейді. Және оған періштелер қарап тұрып айтады екен да. Мынау қараңызшы, өте маңызды нәрсе ғой. Бұл сенің өткен күнәңе жеткілікті дейді ғой. Өткен күнәңе жеткілікті. Алдағы нәрсең үшін енді өзің қамдан дейді да. Және де ол адам өзінің отбасынан 70 адамға шапағатшы болады екен. Қараңызшы, біз тауафта әшейін деп ойлап жүрміз ғой негізі. Барып бір немізді өтеп қайта саламыз, бір рет айналып қайта саламыз деп. Сонда осындай құбылыстар жүзеге асып жатыр екен да.